Құрметті жолдастар, халықаралық экспедиция осымен аяқталып отыр. Сіздер бізбен болғандарыңызға алдыменен мыңда бір алғыс. 4 айдың қандай ерекшеліктері бар екенін айта кетсем, мен ойымша ең қатты әсер еткен бізге Монғолияның Алтайы. Ол жерде тікелей қазақ десең қазақтар тұрады. Соған бір ерекше көзқараспен маңызды бір экспедиция болды деп ойлаймын. Өйткені талай нәрсені өзгертті, мен көзқарасымды өзгертті. Монғолияның қазағы бауырмашыл, әрқашан бауырым деп, әрқашан балам деп ерекше бір сезім. Мен айтайын, қазақ десең Монғолияға бар, қазақты іздесең Монғолиядан табасың. Алтайда Найман деген, Майман деген бір ұлттар бар екен Россия Алтайында. Солардың ішінде бір ерекше бір азамат бар екен. Сол үлкен шабыт, үлкен әсер, көңілді бір жақсы бір кездесу болды. Ресейдің қазақтары, өзіміздің қазақтар баяғы орыстардың арасында өскен. Көп айырмашылықты байқамадық. Ал Қытайдың қазақтары деген енді орыстың ішінде өскен қазақтар мен Қытайдың ішінде өскен қазақтар сол мөлшері бір деңгейде. Бірақ бір байқағанымыз, әрқайсысында терең қазсаң ар жағы қазақ. Соған көңіліміз толды. Жақсы бір әсер алдық одан да. Өйткені қазақ екенін әрқайсысы білдірді. Көңілімен, дастарханымен. Ал өзімізге келгенде, жерімізге келгенде, бір мен ойымша қазақтың жері, қазақтың Алтайы өзінің бір ерекше бір орны бар. Өйткені түрк еліне, көшпенділер еліне, қазақ еліне бір үлкен шаңырақ болады, қара шаңырақ болатындай мүмкіндігі бар. Соны ойымызда жүру керек. Мүмкіндікші осы жерге қара шаңырақ ретінде қалсақ деген ойымыз бар. Оған біраз жобаларды да ұсынып отырмыз. Оның ішіндегі мұражай 4 Алтайдың басын қосып, осы Қатонқарағайда бір мұражай ашсақ, 4 Алтай деп атасақ осы жерге. Өйткені оған нағыз 4 Алтай дейтіндей құқымыз бар. Өйткені мемлекеттің өзі түрк тілдес, көшпенділер мемлекеті деп табуға болады. Осы 16 күндік сапарымыздың, саяхатымыздың негізгі ойлары осындай. Енді ар жағын Мәкең айтып кетсе. Ослам, Саган Секе, мы ехали туда найти родину тюрков. Мы много свидетельств, много археологии, много историй, подтверждающие это, нашли. Ең бірінші күні Российдегі Горно-Алтайский национальный музей кіргенде, очень богатый музей. Это пазырыкская культура, это укок. Затем нам Алан Мандаев, о котором говорил, это тот самый Майман, который нам, будучи алтайцем, сказал: мы братья. Жылы бірдеме жүрекке кіргенде. И вот он нам очень содержательную экскурсию по петроглифам провел, по рунике, которая там находится. Когда он перевел пару высказываний с древнего тюркского языка, я был поражен глубине философии. Следуй добру, неся человечность в душе с богами. Какое глубокое высказывание. Это тюрки древние написали на скалах. Вот это все говорит о богатейшей истории. Это история вокруг всего Алтая. Монголии какие поразительные сантасы, да? Ларкумага великолепное на казахском стихотворение. Он ночью же его, по-моему, написал, да, свежее. Его целая поэма была прочтена им. Это меня глубоко поразило. А Монгуль показала просто невероятное место. Это святилище, это огромный круг, в центре которого огромное подобие каменного кургана, какого-то космического размера, и вокруг которого огромное количество очагов, в которых древние зажигали кострища. Что это? Что это за вера?
кажется, еще это недоисследовано, возможно, ждет своих исследований. Так вот, Алтай наполнен, археология наполнен тюркской историей, сакской историей, переходящей в тюркскую. Вот сегодня в Березских курганах гид нам показала сакские оюлар, золотом выписаны. На жерге қарасаңыздар, қошқар мүйіз, қос мүйіз деп көрсетті ғой. То есть вот эта вот орнаментистика, орнаменты, которые идут от саков до тюрков и до современных казахов, они прослеживаемые. История развития этого рисунка, она преемственная такая. То, что сказал Секе, я абсолютно согласен. Это феноменально, это поразительно. В 4 Алтаях живут казахи. Нет больше, другого такого народа, который живет, представлен во всех 4 странах, расположенных географически в пределах Алтая. Но это правда. То есть понятно, что Казахстан – это государство, в котором живут казахи. В России, в Горном Алтае, особенно в той его высокогорной степной части, живут казахи. В Монголии у тебя такое ощущение, что ты попал в какую-то казахскую страну на западе Монголии. Там казахов подавляющее большинство, они живут в абсолютной гармонии с природой. И когда мы попали в Китай, естественно, Китай огромное государство с огромным преимущественным китайским населением. Но само то, что там 1 600 000, по разным оценкам, до 2 миллионов казахов, да, поражает воображение. То есть в западной части Китая, в Синьцзянь-Уйгурском автономном округе, казахов больше, чем в восточно-казахстанской и в нынешней Абайской области. Наиболее органичны, конечно, казахи в Монголии. Они наиболее соответствуют духу кочевников, природе, культуре, богатству казахской речи. Мы испытали огромное удовлетворение от того, что видели эту картину. Ну и если говорить про туризм, туризм очень по-разному развит в этих 4 странах. Мы увидели достаточно мощный туризм и инфраструктуру туризма в России, но это был внутренний туризм. Это 2 миллиона россиян, преимущественно из Москвы и Петербурга, которые приезжают в Горный Алтай России. Мы увидели совершенно уникальный туризм в Монголии, где в монгольский Алтай европейцы и американцы приезжают преимущественно смотреть на казахскую культуру. И мы увидели какой-то невероятный, потрясающий по объемам, инфраструктурам китайский туризм, который расположен на тех землях, где жили или живут казахи. Но мы пришли к общему мнению в итоге, что этот туризм очень массовый, очень потоковый, очень фастфудовский. И казахи все больше становятся там некой открыткой или неким таким орнаментом в теле массового туризма в Китае. Туризм развит по-разному. Я думаю, что у казахстанского туризма, у казахского туризма есть точно огромный потенциал. Самое главное, чтобы мы воспользовались своим присутствием на Алтае очень продуманно, чтобы туризм, который развивать мы собираемся здесь, он не стер нашу казахскую аутентику, не превратился в массовый продукт и на самом деле отвечал тому высокому месту, тому төрю, в котором мы сейчас находимся. Біз Алтайдың төріміз, төр Алтаймыз. И здесь все должно отвечать вот наполнению этих слов. Сюда должны ехать люди, любоваться, восхищаться, познавать казахскую культуру. А эта культура наследуема от тех самых саков и тюрков. Толық келсем, Қытайға барғанда көңілімізден шықпады. Бір қарағанда керемет секілді көп көрінеді. Бәрі жылтырап тұр, бәрі бар, инфраструктура құрылысы өте дамыған. Бірақ ар жағына қарасаң, сырты бүтін, іші түтін деген сондайды сол жерден көрдік. Өйткені қазақтың салт дәстүрі жоқ, жоғалып кеткен. Жылтырат шығарып қойған енді бар нәрселерін. Сәукеле киіп, ою жасап, киім-кешек. Ал қазақтың жанын, қазақтың тамырын, қазақтың көзқарасын, қазақтың қазақшылығын
жоғалтып алған екен, соны көрдік, көзіміз жетті. Ол кемшілік емес, ол сөз жерден таңдап өздері шешімге келіп, ана фастфуд ретінде мыңдаған туристарды, миллиондаған Қытайдың ішкі туристерін қабылдау үшін басқадай мүмкіндік жоқ. Бизнес модельдің сондайы ғана сөз жерге лайықты. Бізге болса бұндай турист қажет емес. Біз қазақшылығымызды біз жоғалтып алмайық, салт дәстүрімізді Қазақстанда отырып, ертең біз соны өзімізді жоғалтып алмайық. Сондықтан біздің ойымыз, біздің пікіріміз бізге тек қана сапалы, тек қана терең ойланатын, осы қазақ деген кім екен дегенді түсініп, бірге жүріп, сырласып жүретін сондай ғана қалталы туристер керек. Өйткені жаңағы біз айтып кеткендей, бұл жерде қазақшылығымызды жоғалтып аламыз. Сондықтан бұл жеңіл жол емес. Жеңіл жолы жаңағы фастфудты қосасында миллиондаған туристерді қабылдай бересіз. Қазіргі жоспарлап отырған Қанастан жол салу деген дұрыс шешім емес пе деп ойлаймыз. Ең дұрысы бұл жерге туристер тек ауамен келген дұрыс па деп ойлаймыз. Осы жерде жақсы бір бағдарлама бар қазір. Қатонқарағай ауданында міне халықаралық аэропорт ашпақшы. Сол бізге жеткілікті. Байқасаңыздар, біздің Алтай, Төр Алтай болғанмен ең шағын. Бұл жерде мұзтау ең маңызды шын осында, ең үлкен сарқырамамыз осында. Оны тиын-тебенге сатып жібермейік. Біз оны бағалай білейік. Құндылықтарымызды жоғалтып алмайық. Сондықтан осыны шағын ғана Алтайымызды сақтап қалайық болашаққа. Сондықтан дұрыс жолмен жүрсек деген ойымызды сіздерге жеткізейік деп отырмыз. Келісемін, Секе. Давайте не потеряем глубинное, оригинальное, самодостаточное, настоящую сущность казахов и казахского туризма, не превратим его в такой большой массовый продукт. Давайте будем оригинальными, можно пойти своим путем. Негізі бар ғой, 16 күн бір күнде өтіп кетті. Кей кезде 16 күн ішінде бір жыл жүріп келе жатқан секілді болдық. Бір қарасаң, кеше ғана басталған секілді болып көрінді. Сондай тамаша, сондай бір жақсы бір әсер алдық. Мен ойымша бір есте қалатындай бір үлкен саяхат болды. Мәке, саған рахмет. Рахмет саған да, Секе. Аха, өстіп жалғастыра берейік. Келесі жылы тағы да осындай саяхатқа шыға берейік. Алтайымызды таныстыра берейік. Аумин. Айтқан келсін.